Барлықтарыңызға сәлем. Сіздермен бірге Сманова Меруерт YouTube арнасы. Бүгін сіздерге мен колодец құрағын тігіп көрсететін боламын. Әдеттегі тігіп жүрген құрақтарға ұқсамайды. Бұның өлшемі кішкентай, 12-12 сантиметр болады. Астына қойған өз матамыз дәл осындай қылып кесіп дайындап аламыз. Өз матаның қатты болғаны жақсы. Құрағымыз әдемі сапалы болып шығады. Ортасына қоятын кішкентай 4 бұрыштымыз мен сары лентадан қояйын деп жатырмын. Бұл бізде 3-3 сантиметр. Дәл осыны сызып дайындап аламыз. Дәл осылай ортасына қойып тігу жолын бастаймыз. Мен 2 түрлі мата таңдадым. Біреуі дәл осындай қызыл, содан кейін не болмаса мына екеуіне тіксем де болады. Сіздермен YouTube арнамды міндетті түрде подписаться кнопкасын басып тіркеліп алыңыздар. Пікірлеріңіз болса қалдырыңыздар. Уақытым болып жатса мен жауап беретін боламын. Қазақтың төл өнерін өркендеп өсуіне үлестеріңізді қоссаңыздар болады. Ал енді тігу жолын бастаймыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Құрақ тігуші бізге қайшы, дәл осындай сызғыш, ручка керек болады. Содан үлкен қайшымен мен жұмыс істеймін көбінде. Мына кішкентай жіпчегіміз бұл жіп кескенге арналған. Дәл осылай дайын тұрған жақсы. Ал енді тігу жолын бастаймыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Келесі лентамызды осыны айналдырып тігетін боламыз. Сізге береке берсін. Мінекей бізде әдемі құрақ үлгісі шығып келе жатыр. Келесі бізде ақ лентамыз тігетін боламыз. Мінекей бізде әдемі құрақ үлгісі шығып келе жатыр. Енді мен шетіне қызыл матаны қоятын боламын.
мінекей өздеріңіз байқағандай ерекше әдемі құрақ үлгісі дайын болды. Дәл осылай тігіп алдық. Арт жағындағысы матасы тура бірме бір шықты. Енді шетіндесін артық маталардың ақырындап кесіп алып тастаймыз, тігісімізге жеткізбей. Міне бізде ерекше әдемі құрақ үлгісі дайын. Бұл бізде 12-де 12 сантиметр. Өткенде тіккен құрағымызбен бірдей өлшемі. Дәлме-дәл. Мен сіздермен қоштаспаймын. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар. Менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Қасында тұрған подписаться кнопкасын басып тіркеліп алыңыздар. Пікірлеріңіз болса астына қалдыра кетіңіздер.